Құрметті оқушылар, бүгін сабағымызда статистикалық мәліметтер және комбинаторика деген тақырыпты қарастырамыз. Бүгінгі күнді жазылуда және сабақтың тақырыбын жазылуда. Бүгінгі жаңа сабағымыз статистика элементтерімен танысамыз. Желісі төртінші және сабақтың тақырыбы статистика және комбинаторика. Статистикалық мәліметтермен танысамыз, яғни атап айтсақ, бірнеше санның арифметикалық ортасы, сандар тізбегінің модасы, сандар тізбегінің өзгеріс ағымы немесе өзгеріс қуашы деп аталады. Сол статистикалық мәліметтермен танысамыз. Статистика деген сөзді бұрын естіп бердіңіздер. Статистика деген сөз латын тілінен аударғанда қазақша ол жағдай деген мағынаны білдіреді екен. Бірінші қарастыратын статистикалық мәлімет ол бірнеше санның арифметикалық ортасы деп аталады. Мен сендерге қазір оның қысқаша ережесін айтып берейін. Тақырып өте оңай болғандықтан сендер оны тез түсініп есептерін тез шығаратын шығарсыңдар деп ойлаймын. Бірнеше санның арифметикалық ортасы деп сол сандардың қосындысын қосылғыштардың санына бөлгендегі шығатын мәнді айтады. Мына мысалды дәптерлеріңізге көшіріп алыңыз. Яғни шахмат жарысында 6-шы сынып оқушылары мынандай ұпайлар жинады дейді. Сендерді көріп жатыр ғой бұл? 13, 13, 12, 13, 10, 13, 12, 10 деген ұпайлар. Жалпы қанша оқушы қатысты деп ойлайсыңдар мына шахмат ойынына? Ұпайлардың жалпы несі қанша болды? 8 болды. 8 ойыншы қатысқан. Соның барлығын қосуымыз қажет. Сосын ол мәнді қосылғыштардың санына, яғни 8-ге бөліп. Сол кезде 12 деген сан шықты. Ол осы сандардың арифметикалық ортасы болады. Жазып алыңыздар. Деректер ол өзгеріс ағымы деп аталады. Яғни егер өзім түсіндіре кетсем, ол сандар қатарының өзгеріс ағымын табу үшін берілген сандар қатарындағы ең үлкен мәнінен ең кіші мәнін азайту керек. Сол кездегі шыққан мән осы сан қатарының өзгеріс ағымы деп аталады. Тақтадағы мысалдар қараңдар. Наурыз айының бірінші аптасындағы ауаның тәуліктік температурасы берілген. Сол температураның өзгеріс ағымы тақтада есептеліп тұр. Сендерді көрді ме тақтадағы? Сол температураның көрсеткіштерін жазып шығайық. 3 градус, 4 градус, 5, 8, 6, 4 және 7. Бір аптадағы ауаның температурасы тәуліктік көрсеткіші. Осы жердегі ең үлкен мәні қаншаға тең болып тұр? 8-ге тең. Ең кіші мәні 3-ге тең. Екеуінің айырымын тапсақ, ол 5-ге тең. Және 5 деген сан бұл сан қатарының өзгеріс ағымы деп аталады. Жазып алыңыздар. Келесі статистикалық мәлімет ол сипаттама деп айтсақ та болады. Ол медиана деп аталады, немесе сандар қатарының медианасы деп атайды. Сандар қатарының медианасы дегеніміз берілген сандарды өсу немесе кему ретімен алынып жазып алуымыз қажет. Сосын дәл ортасындағы тұрған санды анықтау керек. Ол кезде сандарды берілген сан қатарындағы сандар жұп немесе тақ болып келуі мүмкін. Соған біз назар аударуымыз керек. Бірінші тақ болғандағы сан қарастыр. Мана, яғни бізге мынандай сан қатары берілсін. 60, 70, 80, 90, 95 және 100.
Берілген сандар қатарында жалпы неше мүшесі бар? 6. Сана. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жоқ болып тұр ғой бізде. Жоқ болып. Берілген сан қатарының медианасын табу үшін тура ортасында тұрған екі санды біз белгілеп табуға. Ол 80 мен 90. Ардағыда тыңдаңыз. Берілген сан қатарының медианасын табу үшін 80-ге 90-ды қосуымыз қажет. Сосын барып оны 2-ге бөлеміз. 80-ге 90-ды қоссақ қанша? 70-ті 2-ге бөлсек қанша болады? 17-дің ішінде 2 қанша рет кездеседі? 8 рет 16 болады ғой. 17-тен 16-дан айтсаң бар, 85 бар. Онда берілген сан қатарының медианасы 85-ге тең. Егер дәл осы сан қатарымен өзгертсем, мысалы 60, 70, 80, 90, 95, 100 болсын, және тағы да бір санды қосып жүрмеймін. Мысалы 121 дейді. Берілген сан қатарының медианасын табу үшін жалпы мүшелері бұл жерде тақ болып тұр, санап жүр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл жағдайда тура ортасында тұрған санды белгілейді екенбіз. Ол әрине 90 дейміз. Берілген сан қатарының медианасы 90 дейміз. Жұп болғанда қалай табатынын көрсеттім, және тақ болғанда қалай табатынын көрсеттім. Келесі. Статистикалық мәлімет ол сан қатарының модасы деп аталады, немесе жай ғана мода деп атайды. Мода деген сөзді мағынасын білетін шығарсыңдар, иә? Мода деген көп жағдайда ол киімге байланысты, сол кезде мода деген сөз көп қолданады. Бірақ та математикада да мода деген нәрсе бар. Оны жалпы біз қалай түсінуіміз керек? Егер сан қатары берілсе, сол сан қатарының ішіндегі ең көп кездесетін сан сол сан қатарының модасы болады деген. Тақтада мысалдар қарасаңдар 3,5, 4, 2,6, 3,5, 2,8, 3,5 және 2,9 деген сандар берілген. Берілген сан қатарында ең көп кездесетін сан қай сан болады? 3,5. Онда бұл қатардың модасы 3,5-ге тең деп атайды. Мода деген түсінікті ғой? Енді келесі тапсырмаларға көшейік. Ең бірінші өткен статистикалық мәлімет бойынша ол арифметикалық ортасы сандар қатарының. Соған байланысты есептерді шығарады. 5, 7, türlerini almışlar. Bağlantı için bu. Kelesi kім шығады? Екінші тапсырмаға көшіп, сандар қатарының өзгеріс ауқымын есептеу керек.
тақтаға шығарып көрсетеді. Бастаңыздар, дәптерлеріңізді шығаратын болады. Тақтаға кім көрсетеді? Біріншіден бастап. Тақтаға жазады. Өзгеріс ауқымы деген не еді? Сандар қатарындағы тұрып айтсаңдар болады. Ең үлкен сандар 1, 2, 5, 7. 3,5'ten 1, 2,8'den 1, 5'ten 4 және 5'ten 1. 5'ten 1, 2,8'den 1, 5'ten 4 және 5'ten 1. Берілген тақтаға жазбақ қой. Сан қатарындағы ең үлкен сан қайсысы? 3,5'den 1. Ең кішісі? 5'ten 1. Онда ағараты өзің есепте. Басқаларымыз дәптерге орындай отырмыз. Жауабы 3-ке тең болды. Құрметті оқушылар, бүгін статистикалық мәліметтермен таныстық. Сол тақырыпқа байланысты есептерді шығарып, енді жаңа тақырып болған соң көп оқушылар тақтаға шығып үлгерген жоқ, может. Құрметті оқушылар, мына бүгін біз статистикалық мәліметтермен таныстық, және сол статистикалық мәліметтерге байланысты есептерді тақтаға шығарып көрсетті. Тақтаға шыққан оқушыларға атап кететін болса, ол Милана, Мерей, Бекемерей және Сымбат. Өте жақсы тақырыпқа байланысты есептерді өте жақсы шығарып көрсетті. Сабағымызды айтайын болсақ, бүгінгі тақырыпқа байланысты үй тапсырмасы ол оқулықта 1192 және 1193 есептер. Сол есептерді күнделіктермен жазуында.